Көрермен қайырлы кеш. Бүгін болса ортада Мәриям мен Ернар шыққан болатын. Жұптықтары онша емес өтіп жатқан секілді. Екеуінде бір махаббат сезімі болмағандай, таныстықты тоқтатамыз деген шешімге келген екен. Ернардың айтуынша ер азаматта қыздарда назар аударуын қалайды. Жұмысың қалай, шаршамадың ба деген бір-екі сөздер жігітке мотивация алып келеді. Осындай сөздер қызды да қуантуға екі есе күш береді. Бірақ Марикодан ондай сөздер тіптен естімеймін. Мен сені көптің бірінен таңдадым десем, Мариконың жауабы, мен любой жігітпен жарасамын деді. Сондай сөздерді айтқан болатын Ернар. Ал Марико болса жігіттен әбден көңілі қалғанын айтты. Қызығушылығы, ұнату сезімі, ештеңе жоқ екен. Сезім өшуінің ең басты себебі ол Ернардың оңаша қала бергісі келгендігі екен. Қонуға шақыру, менің қасымда қал дегендері менің сезімімді суытты деді Марико. Ауыл болса Ақеркенің үйінде болған екен. Түн болып, ауа райдың бұзылуына байланысты. Ақерке қатысушыларға қонып қалыңдар менде деген болатын. Ернар соны естіп Мариконың қалғанын қалапты. Қыз жоқ қалмаймын дегенге, жігіт осып тастаған екен. Кухняда бөлек жатайық деген әңгіме болды деді Марико. Қалай ойлайсыңдар, қыз дұрыс түсінбеді ме? Әлде жігіт дұрыс жеткізбеді ме? Таныстық тоқтады, ал пікірлерге көшейік. Ақерке Сержан, Айбек Эдуарда еңлік. Қағынып кеткен орта. Еркектермен саяжайға отырыс жасап қонады. Сұмдық қой позор бүкіл Қазақстан көрді. Тәрбиесіздер, үйленгенде жоқ, бірге жүріп бір үйде қонып жүре береді екен. Жас позор, Ақерке әр жігіттерді үйіне кіргізіп үйренген ау. Ой, осы қыздар ұятсыз, Марикосы өзі. Құшақтасып диванда жатты емес пе? Өздері повод береді, буранда болған жігіттер виноват болады екен. Мариконың өзінен қыздар өтірік пәк таза бола қалмандар. Жігіттер сынапта айтуы мүмкін ғой. Ернар ұяттың безгендер топастар. Қағынған орта ұялмай үнемі. Саяжайларға барып отырыс жасап. Канады. Сұмдық үйленбей тұрып бір-бірінің үйіне қонып жас позор. Жобадан шығарындар сары шаңырақ деп қағынған орта. Осы отырған қатысушылар жігіті болсын, қызы болсын, шеттерінен өсекшіл сияқты. Біреудің аузынан кішкентай сыр құпия шыға қалса, бірден бағдарламада бүкіл елге жайып салады. Ұят емес пе, кеше ғана келген аягөз майысып алып, осындай төмен әңгіме айтып отырған жас дейді көрермендер.